Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 3-ші сынып математика пәні. 39-40 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Бүгін сендер өздеріңнің жетістіктеріңді тексеретін боласыңдар, яғни қорытындылау сабағы. Видео пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Бізде бірінші тапсырма білу мақсатында берілген. Білуде көбейту кестесін білемін. Яғни бос орынды толтыр, қалдырылған амалдар компонентін ата. Енді біз белгісіз компонентті атау үшін кері амал орындау ретінде шығарамыз. Үлкен сан теңдіктен кейін орналасқандықтан кері амал орындалады. 64-ті 8-ге бөлеміз, демек 8 болады. Демек бізде белгісіз сан 8-ді 8-ге көбейткен кезде 64 шығады. Келесісінде 72-ні 8-ге бөлеміз, 9 болады. Сонда бізде белгісіз сан 9. Келесісінде 49-ды 7-ге бөлеміз, сонда белгісіз сан 7. 81-ді 9-ға бөлеміз, 9. Демек белгісіз компонент 9. Енді біз белгісіз санды табу үшін кері амал орындалады. Үлкен санды 9-ға бөлеміз, яғни 63-ті 9-ға бөлеміз. Сонда бізде 7 болады. Ал енді келесі соңғы компонентті табу үшін белгісіз санды 5-ке бөлген кезде 8 шығып тұр. Демек біз көбейту арқылы орындаймыз. 8-ді 5-ке көбейтеміз, 40. Міне осылай шығарамыз. Келесі есеп бізде түсіну, шамалар арасындағы байланысты орнататын формуланы теңдік ретінде қолдануды түсінемін. Формулаларды толықтырып жаз. Біз осы сабақта формулалармен таныстық және осы формулаға байланысты есептерді шығарғанбыз. Енді біз формуланы толықтыруымыз қажет. Бұл бізде құнын табу үшін бағаны санына көбейттік. Ал егер бағаны табу үшін құнын санына бөлуіміз қажет. Ал санын табу үшін құнын бағасына бөлуіміз қажет. Міне осы формуланы жаттап алды деген ойдамын сендерді. Келесі бізде жалпы шығын және масса, жалпы шығын берілген, шығын және саны берілген. Енді біз шығынды табу үшін жалпы шығынды санына бөлуіміз қажет. Ал егер санын табу үшін жалпы шығынды біз шығынға бөлуіміз қажет, санды табу үшін. Міне осылай формулаларды толықтыруымыз қажет. Осы формуланы жаттап алуларын қажет. Алдағы демалыста жақсылап жаттап алыңдар. Келесі қолдану. Бір немесе екі әріптен тұратын өрнектерді жазамын, оқимын, құрастыра аламын. Өрнектер құр. Бізде өрнектер мұндағы B100 болып тұр. B100 A7 санына тең болып тұр. Енді осыны қойып шығарамыз. Бізде B дегеніміз бізде 100. Демек бұл 100 деген сан деген сөз. Ал мұнда А дегеніміз 7. 7 деген санға тең. Б дегеніміз 100 деген санға тең. Мен түсінікті болу үшін үстінен сызып көрсетіп жатырмын. Ал мұнда Амыз 7 деген санға тең. Міне бізде өрнек шықты. Енді осы өрнекті шығаруымыз қажет. 56-ны 7-ге бөлеміз, 8 болады. 100-ден 8-ді айтқан кезде бізде 92 қалады. Келесісінде 6-ны 7-ге көбейтіп аламыз. 42, 88-ден 42-ні азайтамыз, сонда бізде 46 қалады. Бірінші А дегеніміз бізде 7-ге тең. Бірінші бөлу амалы орындалады. 49-ды 7-ге бөліп аламыз. 7 болады. 100-ден 7-ні азайтқан кезде бізде 93 қалады. Келесісінде көбейту амалы орындалады. 5-ті 7-ге көбейтеміз, 35. 66-тан 35-ті азайтқан кезде 31 қалады. Сендер дәл осылай кестені сызып шығарсаңдар болады, немесе мен сияқты үлгіде көрсетілгендей дәптерге осылай шығарсаңдар болады. Келесі бізде талдау. 2-3 амалмен берілген шамалар арасындағы байланысқа берілген есептерді талдап шығара аламын.
Есептің шартын кестеге жазып, оны шығар. Қолданған формулаңды жаз. Бізде есеп 63 метр матадан 1,7 костюм шығады. 81 метр матадан осындай неше костюм тігуге болады дейді. Енді біз бір костюмге кететін шығынды табуымыз қажет. Ол үшін біз жалпы шығынды, бізде жалпы шығын берілген, жалпы шығын бізде 61 болып тұр. Демек, жалпы шығынды санына бөлеміз. Демек, 63-ті 7-ге бөлеміз. 63-ті 7-ге бөлесіңдер. Сонда бізде 9 болады. Демек, бір костюмге 9 метр мата кетеді екен. Енді 81 метр, қолдарында 81 метр мата бар. Әр костюмге 9 метр матадан кететін болса, 81 метр матадан неше костюм тігуге болады? Оны анықтау үшін 81-ді 9-ға бөлесіңдер. 81-ді 9-ға бөлесіңдер. Сонда 9 болады. 9 костюм тігуге болады екен. Міне мен сендерге түсінікті болу үшін жоғарғы жағына да көрсетіп жазып өттім. Сендер дәл осы кестені сызып, осылай жазсаңдар да болады, астына өрнек ретінде шығарсаңдар да болады. Міне осы үлгіге қарап шығарыңдар. Бұл есеп түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жинақтау. Жанама сұрақтармен берілген есепті құрастыра аламын. Жанама сұрақтармен берілген есепті шығар. Әлия 3 кітап. Сырымға қарағанда сырымның кітабы белгісіз, бірақ Әлиянікі сырымға қарағанда 3 есе кем болып тұр. Демек, біз сырымды табуымыз қажет. Бұл жерде бол деген сөз кездесіп тұр. Демек, кері амал орындалады. Біз сырымдаңқы демек көп кітап оқыды Әлияға қарағанда деген сөз. Демек, біз 6-ны 3-ке көбейтіп аламыз 18. Міне 6-ны 3-ке көбейтіп аламыз 18. Демек, сырым 18 кітап оқыды деген сөз. Енді қысқаша жазылуына жанама сұрақсыз болатындай өзгертіп жазды. Міне осылай өзгертсеңдер болады. Әлия 6 кітап, сырымның неше кітап оқығаны белгісіз, бірақ Әлияға қарағанда 3 есе артық оқыды деп тұр. Демек, 6-ны 3-ке көбейтесіңдер. 18, демек, сырым 18 кітап оқыды деген сөз. Соңғы тапсырма бізде бағалау. Амалдардың орындалу реті дұрыс көрсетілгендігі мен есептелгендігін тексере аламын. Бізде амалдар берілген. Амалдардың орындалу ретін көрсетуде жіберілген қатені түзет, есепте деп тұр. Бұл жерде барлығын амалдардың орындалу реті барлығы дұрыс емес, арасында дұрыс емес жерлері бар. Сендер соны қатесін түзете отырып есепті шығаруларын қажет. Біріншісі жақша орындалады. Бірінші амалда 3-ті 4-ке қосасыңдар. 7 болады. 7-ні 5-ке көбейтеміз, 35 шығады. Келесісі, бірінші жақша амалы орындалады. Бұл жерде қате кеткен. Бірінші жақша амалы және де екінші көбейту, үшінші бөлу орындалады. 5-ті 4-ке көбейтеміз, 9 болады. 3-ті 6-ға көбейтеміз, 18, 18-ті 9-ға бөлеміз, сонда бізде 2 шығады. Келесісінде бірінші, екінші, үшінші амал. Амалдың орындалу реті дұрыс. 6-ға 6-ны қосамыз, 12, 12-ні 4-ке бөлеміз, 3, 3-ті 9-ға көбейтеміз, сонда 27 шығады. Келесі есепте бірінші амал жақша, екінші амал бөлу, үшінші көбейту, төртінші қосу. Демек, амалы дұрыс. Енді шығарамыз. 25-тен 10-ды азайтамыз, 15, 15-ті 3-ке бөлеміз, 5, 6-ны 8-ге көбейтеміз, 48, 5-ке 48-ді қосамыз, сонда 53 шығады.
Келесі есеп, соңғы есеп бірінші жақшаның ішіндегі амалдар орындалады. Бірінші бөлу, екінші қосу, үшінші бөлу, төртінші қосу амалдың орындалу реті дұрыс. Енді шығарамыз. 12-ні 4-ке бөлеміз. 3 болады. 3-ке 6-ны қосамыз. 9 болады. 18-ді 9-ға бөлеміз. 2 болады. 42-ге 2-ні қосамыз. Сонда бізде 44 шығады. Міне осылай орындаймыз. Осымен бүгінгі есебіміз аяқталды. Сабақ ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.